құрметті көрермендер, назарларыңызға Қарағанды облыстық Достық үйінің Достық дастарханы интернет жобасын ұсынамыз. Бүгін бізде қонақта ассамблеяның белсенді мүшесі, Ұлы даланың ұлтаралық тілі республикалық форумының қатысушысы Максим Интальцев өзінің жұбайы Мөлдір ханыммен. Қош келдіңіздер. Бүгін бізде студияда 2025 жылдың алғашқы хабарында интернационалды жұп Максим мырза, Мөлдір ханым, сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Жиі қатысасыздар ма осындай жобаларға? Жиі шақырту аласыздар ма? Жалпы телевизиялық жобаларға? Телевиденияға қатысқан болатынбыз. Осы Аке Тайм деген бағдарламаға шақырған Евразия телеканалына. Демек, республикалық арнада сұхбат берген екенсіз ғой? Иә, жақсы. Ол да бір тәжірибе дейсіз ғой, иә? Бүгін осы студиямызда қандай тағам дайындаймыз? Не дайындап әкелдік? Бүгін біздің тағамымыз қазақтың дәстүрлі тағамы қуырдақ. Ет дайын, туралып тұр. Сиырдың еті бүгін, бауыр қосамыз, картоп, пияз, сарымсақ, ас көк қосамыз. Жақсы. Негізі әдетте қуырдақты сиыр етімен немесе қой етімен жасап жатады. Бүгін біз бауыр қосамыз. Иә, бұнда өзім ерекше деп ойлаймын. Өйткені кішкентай кезімізде, мал сойған кезде әжеміз, ата-аналарымыз бауыр қосатын тұғын. Сол өзім шамалы бүгін ерекше еді бала кезімді еске алып, бауыр қосайын деп шештім. Өте дұрыс. Оның үстіне пайдалы, гемоглобинді көтереді, балаларға да беріп жатамыз бауырды. Жақсы, олай болса бастайық. Енді қарап тұрмын, етіміз туралып дайын тұр. Онда пешімізге көшейік. Иә, пешімізге көшейік. Орташа қызулықта болу жөн шығар, иә? Иә. Майымызды құйдық. Енді етімізді салайық. Мен бірінші ет салам. Етті бірінші қуырып алам. Су шыққанша, сол кезде ет нәрлі болады, иә? И жұмсақ болады. Өте жақсы. Биыл Қазақстан Халқы Ассамблеясы 30 жылдығын атап өтеді. Жалпы республика деңгейінде көптеген мәдени, әлеуметтік шаралар өтеді. Жалпы ассамблеяның 30 жылдығы сіз үшін қаншалықты маңызды? Енді мен үшін ассамблея, Халқы Ассамблеяның осы 30 жылдығы болғанымен, енді адамдарды көп ұлтты, жаңағындай халықтарды біріктіреді, және де келісім, сондай бір көп іс-шараларды бітірген осы 30 жылда өте маңызды жыл деп ойлаймын. Сондай көптеген ұлтаралық келісім, достық, барлығын білдіретін ауқымды жыл деп санайсыз, иә? Өзіңіз жиі қатысып тұрасыз, жаңа айтып өттім, Ұлы даланың ұлтаралық тілі деген республикалық форумға қатысқан екенсіз, иә? Ұсыныс қалай түсті? Ұсыныс болғанда звондады, осындай форум Петропавл қаласында өтеді, қатысасыз ба деді. Қарағанды облысының атынан барып отырсыз ғой, иә? Сонда мүлдем бір ойланбастан барамыз дедім, иә. Өте жақсы, тамаша. Сондай, енді карточка турай берейін ба? Келесі кезекте біз картопты тураймыз, иә? Максим мырза, қазақ тілінде өте жақсы сөйлейді екенсіз. Неше жасыңызда үйрендіңіз? Өзім балабақшадан бастап білемін қазақшаны. Қазақ тобына барғанмын, және де енді үйде де қазақша сөйлейтін тұғымыз. Яғни ортаңыз, отбасыңыз, ата-әжеңіз қазақ тілінде жақсы сөйлеген болып тұр ғой, иә? Үйде жаңағындай қазақтың дәстүрін ұстанамыз, айт мерекесін тойлаймыз, наурыз. Сондай өзім кішкентай кезімнен достарым бәрі қазақ. Тамаша. Иә, әйелім қазақ. Оны енді көріп тұрмыз. Өздеріңіз бағана хабардың басында айтып қалдыңыздар, көптеген жобаларға қатыстық, ұлттық нақышта әдемі форумдарға қатыстық деп, отбасымызбен бардық деп жатсыз. Білуімше 4 баланың ата-анасысыздар, иә? Балаларыңыз жайлы айтып өтсеңіздер, немен әуестенеді, немен айналысады, жастары нешеде? 4 ұлымыз бар. Үлкен ұлым 11-де, 5-ші класс оқиды. Екінші ұлымыз 7-де,
и 2 егіздеріміз бар, олар 4 жарымда. 4 ұл бізде. Иә, 4 ұлымыз бар. 4 ұлдың ата-анасы екенсіздер. Енді тәрбие отбасынан басталады деп жатамыз, ата-ананы не көреді, бала соны жасайды деп жатамыз. Жалпы тәрбиеге балаларды қатты ұстаған дұрыс деп ойлайсыздар ма, әлде сәл жұмсақ болған дұрыс деп санайсыздар ма? Енді екеуіңді араластырып нету керек. Енді кейде Ұрысатын кезде ұрысатын кезде ұрсу керек, бір жылы сөйлеп, сондай бір ақылмен да айту керек. Сондай екеуіңді. Енді бұлардың бала болғаннан кейін нетеді ондай. Еркелік бітеді ғой. Иә, содан кейін араластыру керек. Сол балансты ұстап тұрасыздар. Иә. Аха, жақсы. Мөлдір ханым, өзіңіз қосымша немен айналысасыз тағы? Өзім маникюр дейді, тырнақ жасаймын. Инстаграм жүргіземін деген сияқты, сондай. Кішігірім блогер екенсіз? Иә, кішігірім блогермін. 4 баланың анасы болғаннан кейін көп уақыт негізі балаларға арнайсыз ғой, иә? Арнаймын. Әрине, әйел адам болғаннан кейін анда-мында үлгеріп жату керек, ол да бар. Жалпы көп ұлтты қоғамда балалардың тәрбиесі жақсы болу керек. Біздің еліміздің болашағы жастар деп жатамыз, солардың тәрбиесіне дұрыс қарау керек деген ойды жалпы көп санайсыздар, иә, балалардың тәрбиесіне? Мен ойлаймын, әр адам баланы емес өзін тәрбиелеп. Өзіміз пример дейді ғой, үйде қандай, екеуміздің қатынасымыз қандай, сыйластық, үлкенге қандай қарым-қатынастық, қалай сөйлесу, үлкендерге жол беру деген сияқты, ол біз дегеннен кейін балаларымызды бізге қарап өсет деп ойлаймын. Бала көрген істейді деп жатамыз ғой. Сондықтан да бұл өте маңызды. Біз пиязымызды салып қойдық, астын жай қоямыз, бабымен пісу керек. Максим мырза, мемлекеттік тілді дәріптеуге бағытталған қандай шараларға жиі қатысасыз? Мен өзім абай оқуларына қатысқан республикалық конкурсқа, соған бірінші орын иегері болдым. Тамаша. Иә, сонда Қарағандының атынан, Қарағанды облысының атынан. Қай қалада өтті? Павлодар қаласында. Павлодар қаласында өтті. Бұл бірақ 2011-де болған. Қазір есіңізде қалды ма сол шығарма? Шығармалар бар, сондай бір қысқа үзінді эфирде айтып өтсек. Бүкіл жерде айтып жүрмін бұны, андай Инстаграм болсын. Ал біз тыңдаған жоқпыз. Мен мысалға бүгін осы хабарды пайдаланып тыңдағым келіп тұр. Абай Құнанбаевтың Ескендір поэмасынан алған үзіндіні оқып берсем. Осы жұрт Ескендірді біле ме екен? Македония шаһары болған мекен. Филипп патша баласы ер көңілді. Мақтан сүйгіш қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды. Жасы әрең 21-ге толды. Өз жұрты аз көрініп, көршілерге көз аларды. Қарады, оңды, солды. Сұмдықпен әскер жиып қаруланды. Жақын жерге жау болып тура аттанды. Көп елді күтінбеген қырды, жойды. Ханды өлтіріп, қаласын тартып алды. Тамаша, тамаша. Рахмет. Осындай керемет өнеріңіз бар екен. Жалпы мамандығыңыз қандай, Максим мырза? Мамандығым, мен сатып алушы менеджерім боламын. Аха, жақсы. Екі тілде де қызмет көрсетесіз? Әрине, екі тілде де. Бұл, мысалы, қазақша сөйлеген басқа адамдармен сөйлескенге өте көмектеседі. Оның үстіне бір мақтаныш деп айтса, мақтаныш болады. Енді олар жаңағыдай қазақ деп ойлайды, телефонмен сөйлесіп отқанда қазақ деп ойлайды, есім Максим десе, бірден ойланып қалады. Қалай ол Максим ба деп, иә. Тамаша. Осындай керемет өнеріңіз бар екен. Мен Мөлдір ханымды да әлеуметтік желіде білемін. Өте белсенді, жаңа айтып отырсыз, кішігірім блогермін деп, кішігірім деп айтпас едім. Өзіңіздің аудиторияңыз бар, оқырмандарыңыз бар. Көбінесе өздеріңіздің күнделікті өмірлеріңізді саласыздар. Солай ғой? Отбасымыз туралы саламыз. Максим осындай несі болғаннан кейін, қазақша сөйлегеннен кейін
былайша айтқанда фишкасы болып тұр ғой Максим фишкасы мырзаның. болып тұр. Негізі мен көп болды Инстаграм жүргізіп жүргеніме, бірақ осы Максимді салғаннан кейін Охватыңыз көтерілді, уже есть фанаты дейді ғой. Фанаттары бар Максимнің, өзінің оқырмандары көп. Тамаша. Сұрап тұратын. Жылы лебіздерін жазады, қолдау бар, иә? Қолдау, қолдайды өте. Русский муж деп жазып қойды астына. Солай ма? Сол шығар өтім. Хэштегі бар. Сол өтімді болып тұр ғой, иә, негізі. Тамаша. Жалпы қазір осы біздің заманда халыққа не қызық деп ойлайсыздар контент жағынан келгенде? Енді контент жағынан өзі адамға бірдеме үйреткен өтеді адамдарға. Сондай бір пайдалы зат. Пайдасы болатын. Пайдасы болатын заттар өтеді. Сонда сіз Максим мырзаны салғанда әлеуметтік желіге не деп саласыз? Мысалға бүгін Максим осылай жасады дейсіз бе? Негізі не только Максим қазақша біледі дегенде. Негізі Максим өте керемет әке. Тамаша, бүгін айтпағанда қашан айтамыз? Бүгін айтпағанда керемет әке, жолдасым да жақсы, маған көмектеседі. Осы 4 баланы өсіріп отқанымызға Максим болмаса кім дегенде, өйткені біз өзіміз жалғыз тұрғаннан кейін, жолдасым көмектескеннен кейін соның бәрін көрсетем Инстаграмда, айтып жүрем, көп әйелдерге ұнайды. Негізі үлгі ғой, былай қарап отырсаңыз, әдемі отбасының күнделікті өмірі, ерлі-зайыптылар арасында бір әзілдесіп, бір-бірін қолдап қойғанда дұрыс па деймін? Әрине, енді күлкі деген өмірді ұзартатын нәрсе ғой. Өзім әзілді жақсы көрем, мөлдірді күлдірткенін жақсы көрем, өйткені мөлдірдің күлкісі әдемі. Өте әдемі, сондай. Тамаша. Бүгін сіздерге қарап тамсанып тұрмын. Өйткені біріншіден өнерлі, бір-біріңізді қолдайды екенсіздер, бір-біріңізді қорғап жүреді екенсіздер. Ол тамаша үлгі деп санаймын. Мөлдір ханым, біздің жасайтын ары жұмысымыз бар сияқты, иә? Иә. Бүгін жұма болғаннан кейін Максим көбінесе жұмаға мешітке барады. Сол үшін мен әр жұма сайын шелпек жасаймын. Енді алда 1 наурыз алғыс айту күні келе жатыр. Жалпы осы мерекелерге көзқарастарыңыз қандай, қаншалықты дәріптеу керек деп санайсыздар? Енді алғыс айту күні деген. Бұл кейіннен бізге енгізілген мерекелердің бірі ғой. Иә. Өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені бұл да бір қуаныш, сондай көңілімізді көтеретін күн ғой енді. Бір-бірімізге алғыс айтсақ жаман емес қой. 1 наурыз дегеніміз тек алғыс айту күні ғана емес, биыл. Оразаның басталатын бірінші күні ғой. Рамазан айы басталады. Иә, соны енді Алла қаласа біз де ораза ұстаймыз. Қабыл болсын, қабыл болсын. Енді жалпы мұсылман халқының күтіп жүретін ерекше маңызы зор айлардың бірі, сондықтан баршамызға қабыл болсын дейміз. Ал арада 1 сағаттан аса уақыт өтті. Мөлдір ханым, тағамыз дайын болса, табағымызға түсірейік. Иісі қандай керемет. Иісі күшті.
10 наурыз Қазақстанда алғыс айту күні болып белгіленген. Сонымен қатар биыл Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығы. Осы орайда Максим мырза, өзіңіздің тілегіңізді тыңдасақ. Енді осы ассамблеяның 30 жыл толуына орай бүкіл қазақстандықтарға тілейтінім тек қана бірлік болсын елімізде, тек қана ынтымақ, жақсылық болсын. Тамаша, бүгін келіп біздің бағдарламамызға қатысқандарыңыз үшін сіздерге алғыс айтамын. Мөлдір ханым, сізбен танысқаныма қуаныштымын. Максим мырза, бәрі тамаша өтті деп ойлаймын. Сіздердің де отбасыларыңызға жақсылық тілеймін. Осымен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Қарағанды облысының Достық үйінің Достық дастарханы хабарын үзбей көріңіздер, бізбен бірге болыңыздар, комментарий қалдырып, бізге тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, рахмет. Рахмет.